Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі саясаттанушы Асхат Қасенғалидің жазбасында қаңтар айында соғыс басталатындығы хабарланды. Ресей әскері қаңтар айында Украина аумағына басып кіреді. Мұндай болжамды Washington Post ақш барлау қызметінің құпия құжаттарына сүйене отырып жазды. Бұлай дейді әйгілі басылым. 2022 жылдың қаңтарында Ресей 175 мың әскерімен Украинаға басып кіреді, оған 100-ден астам батальон дайындалуда. Украинаға шабуыл артиллериялық соққы жасаумен басталып, десант тастаумен жалғасын табады. Украинаға Ресей әскері басып кіруінің ықтималдығын неміс басылымдары да жарыса жазуда. Байлд басылымы төмендегі картаны жариялап, Ресей Украинаға екі сценарий бойынша басып кіруі мүмкін деп отыр. Бірінші сценарий бойынша шабуыл бірнеше бағытта өтеді және Ресей әскері Қырым сепаратистер қолындағы шығыс Украина мен Беларусь аумағы арқылы сан тарапты шабуылға шығады. Екінші сценарий бойынша Украинаның оңтүстігі мен солтүстік шығыс бағытта шабуылға шығып тез арада Киевке кіруді көздейді. Мақала авторы Ресей тез арада Украинаның 3-тен 2 бөлігін басып алуы мүмкін деп болжайды. Ресей билігі бұл мақаланы басылымның деңгейіне сай емес сандырақ деп атаса, Киев бұл шындыққа сай деп мәлімдеме жазады. Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен 5 желтоқсанда Швед арнасына сұхбат беріп былай деген еді. Қауіп расымен орасан. Өйткені біз Украина аумағына топтасқан өте көп әскерді көріп отырмыз. Біз Украина үшін бүлікке бастап, ел арасына іріткі салу жұмыстарын әлеуметтік желідегі жалған ақпараттың ондаған есе артқанын аңғарудамыз. Ал ең басты мәселе біз дәл осындай әрекетті бұрын көрген едік. 2014 жылы тура осылай болған еді. Ақыры біз Ресейдің Украинаға басып кіргенін көрдік. Bloomberg басылымының жазуынша Ресей Украинаға қаңтар айында кіреді. Себебі бұл қақаған қыс және аталмыш уақытта Еуропа елдерінің Ресей газына тәуелділігі еселеп артады. Ресей газды саяси рычаг ретінде пайдаланатын болады. Дегенмен Ресейге қарсы Еуропа елдері мен ақш бұрын соңды салынбаған санкциялар мен пакет дайындап отыр. Егер Мәскеу әскери әрекетке барса, онда санкциялар салынбақ. Бұл жолы экономиканы құлдыратумен қатар Ресейді ғаламдық интернеттен өшіруде көзделген. Қалай ойлайсыз? Расында Путин мен оның айналасындағы Кремль Украинаға басып кіру мүмкін бе? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.